әжесінен сұранды. Ата, әже, құрбылармен бірге орманға барып алма теріп келейікші. Бар-ау, бірақ құрсаңнан ал қойма. Жарайды. Сөйтіп Маша құрбылармен бірге орманға кетеді. Құрбыларынан қойып адасып кетеді. Маша айқайлай бастайды. Қыздар, қайдасыңдар? Ау! Кенет қараса орманда бір үй тұр. Маша үйдің басына келіп есіп қағады. Тук-тук-тук, бұл үйде кім тұрады? Ешкім. Маша келеді. Дәл осы кезде аю келеді. Сен неге менің үйіме рұқсатсыз кіресің? Мен адасып кеттім. Бүгінше осыда оны кетіп үйіме қайтамын. Жоқ, енді мен сені жібермеймін. Сен маған тәтті бәріш пісіріп үй жинайсың. Жарайды. Сөйтіп Маша аюдың үйінде тұра бастады. Тәтті бәріш пісіріп үй жинайды. Біраз күн өтті. Аю, аттан мен әжемді көрмегеніме көп болды. Мені уайымдап жатқан шығар. Мен тәтті бәріш пісірем. А сен оларға апарып бер. Бірақ жолда жеуші болма. Жарайды, апарып берейін. Мен қазір келем. Аю шығып кеткенде Маша қорапқа кіріп алады. Аю қайтып келгенде қорап дайын тұрғанын көреді. Оны арқасына асып алып, ауылға қарай кетеді. Біраз жолдан кейін аю шаршайды. Төбірге отырайын, бәрішті бір асайын. Төбірге отырма, бәрішті асама. Ай қоғыз, қайдан ғана көрген, а? Сөйтіп аю ары қарай жүре береді. Ауылға келіп, қорапты тастайды. Дәл осы кезде иттер шығады. Аюды қуғаннан кейін кемпір далада иттер жатып қарап берейікші. Машенька, сөйтіп Маша атасы мен әжесінен сұранды.